Қайрат, жаңалықтар. Қараша айының 3-ші жексенбісі халықаралық жол көлік оқиғасынан қаза тапқандарды еске алу күні болып, Біріккен ұлттар ұйымы мен 2005 жылдың 26 қазан айында бекітілді. Аталған күнге орай Өскемен қалалық ішкі істер департаменті акция ұйымдастырды. Шараның мақсаты қаламыздағы көлік тізгіндеп жүрген азаматтарды оқыс оқиғаға тап болуын алдын алу болып табылады. Мәліметтерге көз жүгіртсек, елімізде жыл сайын көлік апатынан 2500-ге жуық азамат көз жұматын көрінеді, ал 26 мыңы түрлі жарақат алады. Сонымен қатар оқыс оқиғадан балалардың зардап шегуі жағдайды тұрақтандыруды міндеттеп, жол қозғалысында мұқияттылықты күшейтуге шақырады. Көлік жүргізушілерін ұқыптылық пен сақтыққа, сонымен қатар жол ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Себебі автокөлік қауіптілігі жоғары техника болып табылады. Жыл сайын көлік оқиғасы салдарынан көптеген азаматтар көз жұмады. Шара барысында жүргізушілерге ақпарат парақшалары мен еске алу күнінің нышаны ақ ленталар таратылды. Жыл сайын республикамыздың тас жолдарында 200 бала көз жұмып, 4,5 мыңы жол көлік оқиғасы салдарынан жарақат алады. Осы орайда Өскемен қаласының ішкі істер департаменті аталған шараны жүзеге асыруда. Қуаныш Амантайұлы, Бірлес Қайрат.